Армысыздар, EBS телекомпаниясында жаңалықтар сіздермен Айтмұхаммед Айғожа. Бүгін хабарымызда. Павлодар облысына жұмыс сапарымен ел премьер-министрі Асқар Мамин келді. Аймағымыздың шаруалары мерзімнен бұрын күнбағыс дақылдарын жинауды аяқтады. Екібастұздың көмір разрезінде 2 локомотив соқтығысты. Салдарынан шамамен 30 вагон рельстен шығып қалды. Моноспектакль. Аймауытов театрында король лир қойылымын жалғыз актер сомдайды. Адам иммун тапшылығының вирусы. Қорқудың қажеті жоқ. Білу керек. АИТВ жұғу жолдары. Жыныстық қатынас кезінде қан арқылы. АИТВ жұқпасы бар анадан балаға. Адамдар әдеттегі тұрмыстық қарым-қатынас кезінде АИТВ жұқтырамыз деп қорқады. АИТВ қай кезде жұқпайды? Амандасқанда, құшақтағанда, сүйіскенде, тер және көз жасы арқылы, ыдыс-аяқ және ас үй жабдықтарын пайдаланғанда, ауа арқылы, су, ойыншық арқылы, хауыз, душ, сауна, әжетхана, жәндіктер шаққанда. АИТВ достық арқылы жұқпайды. Қауіпсіз жолды таңда. Кибержұма Ора техника дүкендерінде. Сіз осыны жыл бойы күттіңіз. 2 жылға дейін әділ бөліктелер. Теледидарлар, тоңазытқыштар, кіршығыш машиналарда бөліктелуге артық төлемсіз сатып алуға үлгі. Оған қоса әр сатып алудан 10% кэшбэк. Тек қана қарашаның 15 мен 17 аралығында. Ора, Назарбаев даңғылы, Артур сауда үйі. Жүргізушілерге киім сұнған Ламберти ерлер киім салоны. Павлодар облысына бүгін ел премьер-министр келді. Асқар Маминді аймақтың ірі өнеркәсіп кәсіпорындарымен таныстырды. Сонымен қатар делегация әлеуметтік нысандардың құрылыс барысын бақылады. Бұл туралы алғашқы сюжетімізде. Бүгінде мұнда спорт сити кешені құрылысы қызу жүріп жатыр. Ал нысанға мұз айдыны, футбол және жеңіл атлетика алаңы, сондай-ақ олимпиадалық резерв дайындығы орталығы енгізілмек. Республикамыздың премьер-министріне құрылыс келер жылдың соңында аяқталады деді. Асқар Мамин жобаның бірінші кезекте барлығына қолжетімді болуы керектігін тілге тиек етті. Өте керемет жоба. Таныстырылымын жақсылап жасап, халыққа көрсету қажет. Сонда бұл жерде барлығы қыста және жазда спортпен жиі айналысатын болады. Барынша қолдаймыз. Асқар Мамин іс-сапар кезінде бір қатар әлеуметтік нысандарда болды. Солардың бірі онкологиялық орталық. Оның құрылысы 2017 жылдың мамырында басталды. Қазір мұнда корпус, қазандық, медициналық қалдықтарды жою пункті дайын. Нысанды келесі айда пайдалануға беруді жоспарлауда. Келесі жылы онкология бойынша кепілді көлем бұрынғы деңгейде қалмайды. Себебі ол міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырумен байланысты емес. Кез келген тіпті сақтандырылмаған адам толық көлемде онкологиялық көмек ала алады. Ең бастысы жаңа технологиялар ем сапасына жаңа мүмкіндік береді деген ойдамын. Сонымен қатар премьер-министр осы жылдың шілде айында ашылған инвесторлар үйіне барды. Мұнда әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация, Павлодар арнайы экономикалық аймақ, Атамекен кәсіпкерлер палатасының кеңселері орналасқан. Мұнда бастаушы және тәжірибелі бизнесмендер үшін барлығы жасалған. Бибінұр Мұқашев, Азамат Айтханин, Серік Қонақбаев, EBS телекомпаниясы. Партияның кадрлық резерві кандидаттарына дауыс беру үшін Павлодар мен елді мекендерде 16 нүкте анықталды. 18 мыңнан астам бюллетен басып шығарылды. 1% артығымен. Бүгін Нұр Отанда кабинада дауыс беруші тек 5 минутқа дейін болу керектігін айтты. Сайлау стандартты кестемен жүргізілмейді. Дауыс беру жасырын түрде. Кабиналар барлық нүктелерде орнатылған. Естеріңізге сала кетейік, Нұр Отан депутаттарынан партиялық кадр резервін құру Павлодардағы пилоттық жоба. Дауыс беруші кімге дауыс беретінін 5 минуттың ішінде анықтау керек. Бұған себеп те бар. В бюллетенях размещено 77 кандидатов. Бюллетендерді 4 қарашаға дейін тіркеген 77 үміткер жазылған. Дауыс беретін кез келген партия мүшесі ең аз дегенде 25-ін белгілей алады. Сайлау 16-17 қарашада таңғы 8-ден кешкі 6-ға дейін өтеді. Алдын ала нәтижелер алдағы дүйсенбіде белгілі болады. Дауыстар есептелгеннен кейін үміткерлер рейтингісі шығарылады. Партиялық кадр резервіне 25 адам кіруі керек. Оның құрамына еніп бос депутаттық орында 4 жыл отыруға болады. Кейін тағы сайлау жүргізіледі. Бекбол Мырзахан, Тимофей Голев, Валерий Павлов, EBS телекомпаниясы. Аймағымызда күнбағысты жинап бітті. Өткен жылмен салыстырғанда ерте аяқтады. 2019 жылғы күзгі науқан қорытындысы бойынша дәнді дақылдардың орташа өнімділігі жоғары. Ол туралы бизнес жаңалықтарында. Бизнес жаңалықтарының демеушісі керемет сынап, сантехника және жылыту дүкені. Әрдайым тиімді және жайлы.
Аймағымызда күнбағысты негізінен Тереңкөл, Успен және Шарбақты аудандары өсіреді. Өткен жылы өнімді жинау науқаны созылып кетті. Себебі майлы дақыл ылғалды ұнатпайды. Сол себепті 2018 жылы осы күні барлық жалпы көлемнің 25% ғана жиналған. Сол кезде желтоқсан айының ортасында аяқтаған. Биыл бір айға ерте. Қарашаның басында ауа райы ылғалды болды. 132 тысячи тонна. 132 мың тонна шемішке дәнін жинадық. Жалпы өнім 114 мың тоннаны құрады. Кейбір жеке алқаптар мен шаруашылықтар әлі жиналып жатыр. Өнімділігі жоғары алқаптар бірінші болып жиналады. Сосын қалғаны негізгі жинау науқаны аяқталды. Орташа өнімділік гектарынан 6,13 центнерді құрайды. Көрсеткіш жаман емес. 2018 жылы шамамен 6 болған. Осылайша 2019 жылдың жинау науқаны толығымен аяқталды. Айтмұхамбет Тайғожа, Ольга Швед, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы. Эксперименттік түрде салынған қызылшаның алғашқы өнімі Алматы облысындағы қант зауытына қайта өңдеуге жіберілді. Жалпы көлемі 100 тонна. Бұл туралы әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясында айтты. Сарапшылар көкөністің қанттылығы жақсы дейді. Белгілі болғандай сынамалы түрде 10 гектар жерде 10 шаруашылық қызылша отырғызған. Келесі жылы аумақты 400 гектарға дейін үлкейтуді көздеп отыр. Әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясындағылардың айтуынша, өңірімізде 2020-2022 жылдары қант зауытын салу жоспарлануда. Шикізаттың қажеттілігі көкөністің 720 мың тоннасын құрайды. Кәсіпорынның жобалық қуаттылығы жылына 110 мың тонна қант, ал 8 сұрыптың 4-еуі анықталды. Павлодар ауыл шаруашылық тәжірибелі станциясында қысқа мерзімде селекция көмегімен жеткілікті өнім шығарылады. Бүгін бұған шамамен 3-4 жыл кететінін айтты. Бибі Нұрмұқашева, Ольга Швед, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы. Бизнес жаңалықтарының демеушісі керемет сынап, сантехника және жылыту дүкені. Әрдайым тиімді және жайлы. Құрметті қала тұрғындары мен қонақтары, керемет сынап, сантехника және жылыту дүкені өзінің бірінші туған күнін 1 жылдығын тойлауда. Осыған орай 3-30 қараша аралығында сіз мезеттік лотереяға қатысып, жүлде ұтып немесе жақсы жеңілдікке ие бола аласыз. Және әрдайым сіздер үшін ең үздік әлемдік өндірушілерден сантехника, ұзақ жанатын қазандықтар, жылыту радиаторлары, монша пештері, тиекті арматура мен қатынастырғыштар. Сонымен қатар, мұнда сіз ванна бөлмесіне арналған жиһазды таңдай аласыз. Душ кабиналары, ванналар, санфаянс. Циолковский көшесі 24. Керемет сынап дүкені. Әрдайым тиімді және жайлы. Екібастұз көмір кенішінде 2 локомотив соғылып қалды. 2 адам жапа шекті. Өңірдің өндірістік қауіпсіздік департаментінде шамамен 28 жартылай жүк вагонына зақым келгенін хабарлады. Толығырақ тілшіміз айтады. Оқиға орнындағы кадрлар Instagram желісіндегі автожүргізушілердің паблигінде жарияланды. Жартылай вагондар жолдан шығып кеткен. Алдын ала бағалау нәтижесінде шамамен 300-350 метр жол бүлінген дейді мамандар. Предварительно мы узнали, что 2 локомотив құрамы Богатырь резервінің 3-ші жолындағы Батыс станциясында соқтығысқанын білдік. Алдын ала мәліметтер бойынша 28 жартылай вагон, 2 жүк агрегаты мен 2 локомотив зақымдалды. Апат орнынан ауруханаға машинист пен оның көмекшісі жеткізілді. Біреу емнен бас тартты, екіншісі сан жарақатымен травматология бөлімшесінде жатыр. Алдын ала мәліметтерге сүйенсек, локомотивтердің бірінің тежегіші істен шыққан. Төтенше жағдайдың негізгі себептерін арнайы комиссия анықтайды. Бекбол Мырзахан, Артем Клеван, Александр Колесников, Ирбис телекомпаниясы. Павлодарлық полицейлер жол көлік апаттарының бейнелерін жариялады. Бірақ интернет қолданушыларын бір қала шетіндегі жолдардың бірінде орын алған жағдай қатты алаңдатты. Көлік жайылған жылқылардың кесірінен жолдан шығып кеткен еді. Толығырақ әлеуметтік желілер айдарында. Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі ДЕ неміс аяқ киім дүкен салоны күз-қыс топтамасының жаңа түсіміне шақырады. ДЕ бар қырынан сапалы. Соны қайғылы оқиғамен аяқталған жол көлік апаты елді шулатты. 32 жастағы отағасы қайтыс болды. Отбасы мүшелері түрлі жарақат алды. Әйел 3 баламен болды. Бір тәулік ішінде мерзімі 8 айлық 2 қабат әйелге кесіртілігі жасалды. Қыз бала дүниеге келді. Апаттың негізгі себебі иесіз жүрген жылқылар. Жылқыларды сатып немесе тапсырып ақшасын әйелге беру керек. Сұмдық, келіншек 4 баламен қалды. Ал кінәлілерді тағы таппайды, немесе жүргізушіге жаба салады. Апат қайталана жаздады. Бұл бейне 3 сағаттың ішінде 16 мың қаралым жинаған.
Ақтоғай Павлодар тас жолындағы жүргізушіде дер кезінде қырағылық танытты. Магистральдың үстіне бір үйір жылқы шығып кеткен. Жол көлік апаттарының себептері көп. Полиция департаменті бірнешеуін жинады. Водитель черной иномарки не выбрал безопасную дистанцию и скорость движения. В результате повреждены несколько автомашин. Роликтер қаралым мен репосттар жинауда. Тіркегіштегі бейнелер көп қаралады. Мысалы, бұл жұманың таңында Естай Сатпаев қиылысында орын алды. Кроссовер мен жеңіл көлік жолға сыймай қалды. Ирбис қолданушылары денсаулық сақтау саласындағы мәселелермен бөлісуде. Түрлі диагноздар бойынша есепте тұрғандар тегін дәрі-дәрмек ала алмай отырғанын айтуда. Баламызда демікпе, 4-ші емханада есепте тұрмыз. Сәуірге дейін дәрі болмады, кейін 2 рет берді де тоқтап қалды. Препараттар таусылып қалды. Біз өз препараттарымызды тек қоңырау шалып тұрып аламыз, әйтпесе өтірік айтады. Бір жылда 4 рет алдық. Меңгерушіден сұрадым. Ол мені психологқа жіберді. Жоқ болса сатып алыңыздар деді. Мектеп директорларына бір сыныпта 25 баладан астам оқушы оқыған үшін айыппұл салуда дейді Facebook желісінде. Жағдай Орал қаласында болды. Директорлар бұл шешімді өз бетімен қабылдағандай, басқа таңдау болмады. Басшыларға әзірге тек ұйғарым берілді, бірақ айыппұлдың өзі $500 миллионға дейін жетеді екен. Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі DE неміс аяқ киім дүкен салоны күз-қыс топтамасының жаңа түсіміне шақырады. DE бар қырынан сапалы. Неміс аяқ киім дүкені салоны DE жаңа түсіміне шақыра. Сіздерге біз басшы әлемдік аяқ киімінің ерекшелік жинақтама сұраптамасын жинадық. Марка, Тотс, Каприз, Ригер, Яна, Баден, Ральф Рингер тағы да басқалар. Осындай таңдаумен сіздер әр жағдайға аяқ киімді оңай таңдап аласыз. Егер де білмесеңіз сізге не керек, онда бізге келіңіз, бізде ол бар. Неміс аяқ киім дүкені салоны DE Лермонтов көшесі 104. 1 май Теплов көшелері қиылысында коммуналдық апат орын алды. Кәріз жүйесінің құдығынан су шыға бастады. Салдарынан көлік жолы мұз басты. Бүгінде қалалық әкімшілікте апат салдары жойылғанын хабарлады. 1 мая Теплова перекресток. С канализационного люка хлещет канализационная вода. Невозможно, машины едут. Вся дорога в канализационных стоках. Бейнені түсірген автордың айтуынша, бұл жер телімін әрдайым кәріз жүйесінің суы басып қалады. Таң атысымен 1 май Теплов көше қиылысы толықтай мұз айдына айналды. 14 ноября текущий. Ағымдағы жылдың 14 қарашасында кешкі сағат 9-дан кете 1 май Теплов көшелері қиылысында орайына байланысты 2 сорғы құралының бірі сынып қалды. Сол себепті кәріз жүйесінің суы сыртқа шықты. Апатты 2 сағатта жойды. Қала әкімшілігі таңғы сағат 10-нан бастап ол жерде коммуналшылардың бригадасы жұмыс жасаған мәлімдеді. Олар мұзды оюда. Естеріңізге салса, Гагариннан Теплов көшесіне дейінгі аралықтағы жөндеу жұмыстары 2020 жылға жоспарланған. Айтмұхамбет Айғожа, Дмитрий Моисеенко, Ирбис телекомпаниясы. Қала тұрғындары кейбір аялдамалар аяз бен желден қорғамайды деп шағымдануда. Адамдар нақты мекенжайларды атады. Сондай-ақ кейбіреулері жертөледегі суық батареялар мен ылғалдыққа наразылық білдірді. Бұдан бөлек Ирбис көрермені біздің мобильді қосымша арқылы барлық павлодарлықтардан көмек сұрауда. Бірге көрейік. Мобильді қосымшаның демеушісі Мега сауда үйі. Беларусь жатын бөлмелері мен жиһаздарына жеңілдік сыйлайды. Сонымен қатар 2019 жылдың 30 қарашасында болатын жаңа ұтыс ойынын жариялайды. Викторова 71. Посмотрите, пожалуйста, как нам сделали эту лестницу. Еще хуже, чем было. Помогите, пожалуйста, чтобы что-нибудь нормальное сделали. Ну что это такое? Это вообще безобразие какое-то. Вот это дом Всеволода Иванова, 81/2. Смотрите, что у нас происходит в подвале. С той пятницы у нас парит. Я живу на 1-м этаже. У меня дома в квартире сырость. Можно сказать, баня. Звонила в КСК с той пятницы. Тревожу их. Они на меня кричат, орут. Говорят, это не наши проблемы. Куда нам теперь обращаться? Муткенова, 49, 2 Павлодар. На улице минус 10 градусов мороза и снег. В квартире, в принципе в доме, у всех ледяные батареи. Уже 2 сутки. Потому что прорвало
трубу в подвале, а КСК не шевелится. Говорит, что они просто не обязаны делать это. Остановка, вторые дачи. Здесь такая вот проблема. Стоит знак пешехода. Транспорт двигается, его не видать. Пешеходного знака, что есть переход пешеходный. Водители игнорируют пешеходов. На данный момент, к примеру, светофор сейчас не работает. Людям тяжело пройти через пешеходный переход. Вот наступили холода, остановка ДЭО. Посмотрите, какие остановки. А чего тут можно укрыться? Вот такой на Лому 150 подъезд. Весь ошарпанный. Была модернизация. Подъезд оставили. Окон нету. На улице минус 20 ночью сегодня будет. Вот такой бардак. Стекол нету ни на одном этаже. Примите меры. Уважаемые жители нашего города, пропала собака, восточноевропейская овчарка. 6 месяцев, девочка. На шее был широкий зеленый ошейник. По словам очевидцев, последний раз ее видели 13 ноября в обеденное время на улице на углу Амангельды-Катаева. Собака подарена ребенку-инвалиду. Мобилді қосымшаның демеушісі мега сауда үйі. Беларусь жатын бөлмелері мен жиһаздарына жеңілдік сыйлайды. Сонымен қатар 2019 жылдың 30 қарашасында болатын жаңа ұтыс ойынын жариялайды. Мега жеңілдіктер, мега таңдау, мега жиһаз. Заманауи қонақ жай бөлмелер, мега жайлы жатын бөлмелер, керемет түскі ас зоналары. Ресей мен Беларусь фабрикаларына мега үлкен таңдау. Классика үлгілерін ұнататындар үшін әдемі нұсқалар. Ықшамды модерн, мега заманауи интерьер үшін кез келген талғамға сай келетін жиһаздардың алуан түрлері. Мега сауда үйі сіздерді жаңа түсімге шақырады. Мега жойқын. Құрылыс нормалары мен абаттандыру ережелерін бұзған үшін 2 миллион 250 мың теңге айыппұл салынды. Қала құрылысы және жер бақылау басқармасында жер қазу жұмыстары кезінде ереже бұзған көрген жағдайда павлодарлықтар қайда жүгіне алатынын айтып берді. 2019 жылдың басынан бері қала құрылысы және жер бақылау басқармасына коммуналшылардан жер қазу жұмыстары жүргізілген телімдер бойынша 46 өтініш түскен. Жоспардан тыс тексерістер нәтижесінде әкімшілік кодексінің 309 бабы бойынша 14 хаттама толтырылған. Мамандар құқық бұзушылықтардың бір бөлігі тексеріс басталғанға дейін жойылатынын айтты. В частности, это... Бұл аулаларды, көшелер мен алаңдарды рұқсатсыз қазу, оларды құрылыс материалдарымен қоршау, құрылыс және жөндеуден соң құрылыс алаңдарын қазылған жерді қалпына келтірмеу. Басқарма сәйкес нысандар бойынша тексерісті бастау үшін тұрғындардың біздің басқармаға, қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөліміне немесе бізге 32 92 14 телефоны бойынша жүгіне алады. Құрылыс нормалары мен абаттандыру ережелерін бұзғаны үшін алғашқыда ескерту жасайды. Қайталанса айыппұл салады. Жеке тұлғалар үшін 25 мың теңге, заңды тұлғалар үшін 38 мыңнан 250 мың теңгеге дейін. Бүгінгі таңда айыппұлдардың жалпы көлемі 2 миллион 250 мың теңгені құрады. Айтмұхамбет Айғожа, Азиз Исабай, Александр Колесников, Ербис телекомпаниясы. Жүсіпбек Аймауытов атындағы қазақ музыкалы театры кезекті жаңа қойылымға дайындалуда. Жуық арада өнер сүйер қауым Шекспирдің Король Лир премьерасын тамашалайды. Айта кетсек, пьеса Ақтау қаласында өткен халықаралық әбіш әлемі фестивалінде сахналанған. Қойылымның басты ерекшелігі барлық рөлді тек бір әртіс қана сомдайды. Бүгінде Аймауытовшылар Шекспир шығармасымен жіті жұмыс жасауда. Пьеса дайындығына 1,5 ай уақыт кеткен. Тіпті халықаралық фестивальге де қатысып үлгерген. Мұндағы басты сондай-ақ жалғыз рөлді ұжым саңлағы Бейбіт Шәнім сомдамақ. Бұл жердегі енді айырмашылық бір адам бірнеше кейіпкерді сомдау керек. Сондықтан енді бұл оңайға түскен жоқ. Бұрынғы ойнағанда сен өзінің линияң бар, өзінің жаңағы дейтін бастауы бар, шарттау шегі бар, аяқтауы бар, бір линияңды өзіңнің алып жүресің. Қазіргіде ауысып отырасың да, біресе анадан боласың, біресе басқасы боласың, сонымен жаңағы дейтін біраз енді қиынға түсті.
Қараша айында көрермен назарына ұсынылатын бұл қойылым ең алғаш 2001 жылы сахналанған. Арада біраз жыл өткен соң режиссер әлемдік театрлардағы тенденцияны байқап ауқымды қойылымды моноспектакльге айналдырған. Режиссер деген ол барлық нәрсені қамту керек. Режиссер былайша айтқанда біраз қулау болу керек. Мен сол қулығымды пайдаланып, дайын тұрған Бейбіт ағамен осы қойылымды моноспектакль жасауға кірістім. Өйткені қазіргі таңда әлемдік сахналарда, әлемдік аренада моноспектакльдер тенденция жүріп жатыр. Моноспектакльдер мен көптеген театрлар өздерінің өнерлерін көрсетіп жатыр. Сол көштен біздің театр қалмайық деп Бейбіт ағамен осы спектакльдің репетициясына кірістік. Премьера трагедия жанрында бұл жерде адамгершілікті сақтау, ащы шындықты әрқашан мойындау меңзелмек. Айта кету керек, ерекше қойылымның шымылдығы Қарашаның 21-і түріледі. Бекбол Мырзахан, Серік Қонақбаев, Ирбис телекомпаниясы. Тараз қаласында еркін күрестен халықаралық жарыс өтуде. Дүбірлі додаға 8 елдің палуандары қатысуда. Біздің аймақтан Мамет Ибрагимов пен Дәулет Шабанбай өнер көрсетеді. Алда спорт жаңалықтары. Аспашам заманауи интерьердің қажетті және ажырамас бір бөлігі. Светотехника дүкендері дәстүрлік пішіндер мен әдемілікті бағалайтындарға таңдаулы аспашамдарды ұсынады. Хрусталь аспашамдарының топтамасы бөлменің ішкі көрінісіне сән салтанат мәнерін береді. Жарық диодты аспашамдар жарық туралы үйреншікті түсінікті өзгертеді. Жоғары технологиялы супер заманауи және стильді, олар жаңа бір шындықты жасайтындай болады. Оптима топтамасындағы үлгілер өзінің әмбебап дизайнымен кез келген интерьерді тамаша толықтырары анық. Айналарға көмескі жарық беру үшін оларға ерекше бір әдемілікті қосуға қабырғалық жарық диодты шамдалдар көмектеседі. Ал акцентті жарық үшін бағытталған жарықтандыру мен бұрма механизмі стильді шешім болады. Светотехника дүкендері сіздерді келесі мекен-жайлар бойынша күтеді. Иса Байзақов көшесі 141, телефоны 61 99 81. Естай көшесі 132, телефоны 68 89 06. Тістеріңіздің саулығы күлкіңіздің әдемі болуына тікелей байланысты. Анвидерич стоматологиялық қызметтердің кен ауқымды түрлерін ұсынады. Тістерді ауыртпай емдеу, жұлу және протез жасау. Жоғары білікті дәрігер Мажерина Анна Васильевна қабылдау жүргізеді. Мұнда жоғары дәрежеде асқынусыз эндомотор аспабымен тіс каналдарына күрделі эндодонтикалық емдеу жүргізіледі. Барлық құралдар арнайы жабдықтарда зарарсыздандырылады. Анвидерич тіс емханасы күлкіңіздің ашық жарқын болуына көмектеседі. Ломов көшесі 145, телефоны 57 17 12. Қымбатты достар, ең алғаш рет Павлодарда NTM Центр компаниясы Full HD тұнықтығы бар бірегей LCD экранын ұсынуда. Кез келген бағытта және кез келген шарада қолдануға болады. Үйлену тойлар, мерейтойлар, корпоративті кештер, конференциялар, шоу бағдарламалар әртүрлі мерзімге жалға алуға болады. Жеткізу мен орнату қарастырылған. Байланыс телефоны +7 71 82 32 43 72. Спорт жаңалықтарының демеушісі Арбатский Монша кешені тамаша демалыс үшін барлығы қарастырылған. Әрдайым туған күн иелеріне науқандар, жеңілдіктер және тұрақты клиенттерге бонустар бар. Өскеменде волейболдан ұлттық лига ойындары өтті. Тартысты матчта павлодарлықтар 2 рет жеңіске жетті. Алтай волейболшылары үлкен тур қожайындары. Қазіргі чемпиондар маусымды сәтсіз бастады. Өскеменнің алғашқы клубы суперкубокта ұтылып, кейін Жетісудан 2-ші рет жеңіліске ұшырады. Бұл жағдайдан кейін бас жаттықтырушы жұмыстан шығарылды. Кто там у них будет, не знаю. Оларда кім жаттығатыны белгісіз, алайда кез келген сәтте ол командаға үйрену керек, және оларды дұрыс дайындау қажет. Мұндай жағдайдан кейін құраманың жылдам үйреніп қалуы екіталай. Үлкен кезең алдында Алтай клубына Сербия маманы басшылық етті. Марко Гршич ауының алдында Өскеменде жұмыс жасап үлгерді. Жаңа бапкермен чемпиондар өз бәсекелестерін жеңді. Қожайындар павлодарлықтарды 3-1 есебімен ұтты. Соңғы матчта топтардың 2 көшбасшысы, яғни Ертіс пен Жетісу кездесті. Жетісу, да, хороший состав. Жетісу туралы айтатын болсақ, олардың құрамасы мықты жасақталған. Өткен жылы Батиста аз ойнаса, бүгінде ол команданың көшбасшысы. Мықты команда деуге болады. Ертіс алғашқы 2 кездесуді 3-1 есебімен ұтты. Біздің волейболшыларымызға қарсы Алтай жастарымен Алматы шыққан болатын.
Дерби матчы. Павлодарда Ертіс пен Екібастұздың 12 жасар хоккейшілері үздікті анықтады. Бұл Қазақстан чемпионатының екінші кезеңдегі соңғы матчы болды. Ертіс ПСО бұл аймақтың ең тартысты дерби. Ойын алдында барлығы бір-біріне қол бергенімен кейін шайқас болатынын білді. Айдың қожайындары әдемі шайбалар соқты. Қонақтар бірден жауап қайтаруға тырысты. Екібастұздың кішкентай жұлдызы Кристина Войцицкая әдемі финт жасап, күшті тәсілдің астында қалды. Бүгінде хоккейді ерлермен қатар нәзік жандылар да ойнайды. Бір кезекте екібастұздықтар шаршап қалды. Бұны Ертіс пайдаланды. Екібастұздың ойыншылары керемет позициядан гол соға алмады. Бұл жас аралығында мұндай жағдайлар болып тұрады. Бұған қарамастан матч 2-7 есебімен аяқталды. Павлодарлықтар жеңісті тойлауда. Өз жастарымызды тәрбиелеудеміз. Екібастұздың көптеген ойыншылары Барыс, Астана сынды командаларда өнер көрсетуде. Алда ешкім командадан кетпейді деп ойлаймыз. Павлодарлықтар екінші кезеңде 29 ұпаймен көшбасшы. Горняк 23 балмен екінші келеді. Кейін ПСО жайғасты. Бішкектің алға ұжымы ұпай еншілей алмады. Тоғызқұмалақ шеберлері ұлттық спорт түрлерінің жарысын ұйымдастырды. 200-ге жуық зияткер үздікті анықтады. Ауылдық аймақ өкілдерінің дәрежесі жыл сайын өсуде. Жарыс медальдеріне 200 қатысушы бақтарын сынады. Бұл кішігірім рекорд дейді бапкерлер. Оларды жайғастыру үшін 3 үлкен зал қолданысқа берілді. Жарыс барысында әрбір спортшы өз деңгейін арттыра алады. Выкапывали ямки и могли играть где. Бұрын біз жер қазып қойдың құмалағымен ойнайтынбыз. Қазір ол заман өтті. Пластикалық құралдарды қолданамыз. 3 года я... Бұл ойынның ережесін түсіну үшін 3 жыл уақыт кетірдім. Қиын емес, үйреніп алуға болады. Қалалық және ауылдық спортшылар көшбасшылардың қатарында. Үздік бапкерлердің келуімен олардың шеберлігі біршама артқан. Бұл жарыстан кейін зияткерлер құрлықтық доданың жолдамаларына таласады. Спорт жаңалықтарының демеушісі Арбатский монша кешені. Өзінің тұрақты және жаңа қонақтарын жаңа жыл алды кештер мен жаңа жылдық мерекелерді тойлауға шақырады. Сіздер үшін караоке, бассейн және дәмді ас үй. Арбатский кешенінде жылдың кез келген мезгілінде жақсы. Бүгінге осы, аман сау болыңыздар. Спорт жаңалықтарының демеушісі Арбатский монша кешені. Тамаша демалыс үшін барлығы қарастырылған. Әрдайым туған күн иелеріне науқандар, жеңілдіктер және тұрақты клиенттерге бонустар бар. Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Арбатский монша кешені жаңа жылдық алдын ала корпоративтермен жаңа жыл түніне шақырады. Тапсырыс беру телефоны 73 0033 8 775 730 0033. Ауа райы болжамының демеушісі Инатех климаттық компаниясы. Үйіңізге жылулық пен жайлылық сыйлайды. Инатех бөлшектік желісіне жаңа түсім. Қуаттылығы әртүрлі. Үрлемелі жылытқыштар, пушкалар, калориферлер мен конвекторлар. Назар аударыңыз. Қатты отынды біріктірілген және қымбат емес, бірақ сенімді электр қазандықтардың және басқару пульті бар элиталы тим дүрбілері. Жылыту және сумен жабдықтау үшін сорғы техникасы. Кез келген үлгідегі жоғары сапалы су жылытқыштары. Аквафор және гейзер сүзгілері. Шүмекпен құман саптауынан бастап, беделді стационарлы және шүмегі бар нұсқаларға дейін. Сіздерді Инатех бөлшектік желісінде күтеміз. Қарашаның 16-сына арналған ауа райы мәліметі. Сіздермен бірге Анель Жакина, армысыздар. Алматыда аспан ала бұлтты +2 градус. Көкшетау қаласында қар жауады -4 градус. Петропавлда қар ұшқындайды 2 градус 0-ден төмен. Омбыда қар жауады, термометр -4 градуста тұрақтайды. Новосібірде -17 қар жауады. Барнаул шаһарында бұлтсыз күн күтілуде -19 градус. Өскемен, Семей шаһарларында қар жауады -10 градус. Қарағандыда ауа температурасы -3, күн ашық.
Бас қала Нұр-Сұлтанда жауын-шашынсыз -5 градус. Қазгидромет орталығының мамандары Павлодарда жауын-шашынсыз. Ауа температурасы күндіз -8, түнде -20 градус болатын болжайды. Ауа райы болжамының демеушісі Инатех климаттық компаниясы. Ең үлкен таңдау және қолжетімді бағалар. Әр күндеріңіз қуаныш пен шаттыққа толы болсын, аман сау болайық. Ауа райы болжамының демеушісі Инатех климаттық компаниясы. Үйіңізге жылулық пен жайлылық сыйлайды.